настоящее время осы шақ араб тілінде фиаль мудари дейді кітап. Қайдамыз? Фиаль деген етістік. Фиаль мудари. Мудари. Қанша жазылыпты бұл? Сіз жоғарыға кетіп қалды деймін. Жазып алыңыздар. Мудари. Өйтіп көтерейін бе? Фиаль етістік. Мудари. Осы шақ. Қараңыздар, енді ағылшын тілінде бар, иә? Дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекет, мысалы, I am writing. Яғни, в общем, жазамын десем, I write деп айтамын. Чуть-чуть айырмашылық бар, иә? Ал вот араб тілінде фиаль мудари нақ осы жаққа да қолданылады, и сіз жалпы айтқан кезде де қолданасыз. Мысалы үшін, ана актубу, әл-ән деп қоямыз да, мысалы, әл-ән деген дәл қазір, білесіздер, иә? Әл-ән, ана актуб, сол күйінде қалады, просто сіз қазір дегенді қосасыз. И только соңына, мысалы, ешқашан, әбәдән деген нәрсені қосасыз. Мысалы, әрқашан, дәиман, соны қосып отырасыздар, ал бірақ инструкциясы, құрылымы барлығы сол күйінде болады. Яғни, былай, мысалы, мен қазір кітап жазып отырмын, дәл қазір кітап жазып отырмын десем, айтамын, мен кәтаба етістігі еді, сол етістіктің алдына алифті қоямын, ана болғандықтан бүкіл етістіктің алдына аны қойып кете беремін. Сонымен, ана актубу болады. Мысалы, мен кіріп жатырмын, ана адхулу болады. Мен отырмын, ана аджлису болады. Түсінді? Ана азхабу, ана акулу, ана ашрабу. Я? Все понятно? Аны қойып дәл осылай. Енді, мысалы, сен болған кезде антада да тыны қоясыздар. Анта тазхабу, анта такулу, анта ташрабу, анта тажлису. Окей? Түсінді ғой? Алдына анта болды, тыны ғой. Жаттап алдыңыздағыны, солай, алдарына әріп қосылады. Сонымен қатар, соңғы әріпі, ол домыға аяқталып отырады. Етістіктердің. Қазір оны көрсетіп шығамын. Енді қараңыз, бастапқысы өзі, мысалы, ана болса, аны қоямыз дедік, анта болса, тәні қоямыз дедік та, хуа болса, он, яны қоямыз, соңы немен аяқталып тұр? Умен аяқталады. Мысалы, кәтаба деген етістік болды, оған, мысалы, яктубу да алайық, сіздерге көрініп тұрған яктубу, он болса, нені қоямыз? Яны қоямыз, дұрыс па? Алдына яны қойдық, мен болса, аны қойдық. Сен болса, қайсыны тағы да қайталап кетейін? Кәні қойдық, дұрыс па? И соңғысы міндетті түрде немен аяқталады? Омен аяқталады. Ал енді екеуі белгілі ұжы. Ал енді ортаңғы әріп ше, ортаңғы әріп не істейміз? Ортаңғы әрпі үнемі өзгеріп отырады. Кейде бұл қатып қалған нәрсе жоқ бұл жерде. Кейде, мысалы, ортаңғы әрпі у болса, кейде и болса, кейде а болады, мені көріп тұрғандарыңыздай. Оны енді қалай білеміз дейсіздер? Оны білесіздер, сөздікті жаттаған кезде, сөздіктің жанына кез келген арабыз бар ғой кітап, сөздік. Сол сөздіктің жанына мына жерге де мен жазып қойды. Жақшаның ішіне у деп қойды. Мына жерге жақшаның ішіне и деп қойды. Амаля, работать, жұмыс істеудің жақшада а деп қойды. Яғни, осы әріптер ортаңғы әріптің харакатын көрсетеді. Яғни, мына жерде у деп тұрса, значит, ортаңғы әріптің т ма? Т, онда тубу болады. Ана ак тубу. Хуа як тубу. Анта так тубу. Окей? Тағы мына қараңыздар. Мына жерде ортасы жақшада и тұрма. Яғни сіздерден мына немен аяқталады? Имен. Ана аджлису. Хуа яджлису. Анта таджлису. Окей? Аға мысал келтіргенде амен аяқталсам, а деп тұрса жақшаның ішінде ортада, онда ана а'малу. Хуа я'малу. Анта ta'малу. Түсінді? Енді қайсы есімдікте қандай әріптер жалғанады көрсетейін. Қараңыздар. Хуа. Он. Дұрыс па? Ол болса, міндетті түрде нені жалғайсыз? Яны жалғайсыз. Және одан кейінгі әріп сукынмен аяқталады. Яғни, мысалы, як тубу деген сияқты. Ана ак тубу деген сияқты. Соңы умен аяқталады. Ал енді ортаңғы әрпі кейде у дамма болады, кейде фатха болады, кейде касра болады. Бұл хуа. Хуа немен басталады екен? Яны. Енді анта, сен. Сонымен, хуа
Қайтадан қайталап кетейік. Иә. Енді ол хия. Ана. Бұл қыз, иә? Ондай болса, та жалғанады алдына. Хия, тактубу. Енді мына жерде не? Анта. Анта болса, енді қараңыздар. Хия менен антанікі абсолютно бірдей. Бірдей тек қана мысалы, хия тактубу. Ол қыз жазып жатыр, ана пишет деп айта саласыздар. Анта тактубу. Маза анта тактубу. Яғни алдына кім шатыстырамын десеңіз, алдына хия немесе антаны қойып отырасыздар. Себебі екеуі бірдей. Ешқандай айырмашылықсыз. Жақсы? Енді анта түсінікті сен, енді анти. Онда аяқталады инамен әрқашан. Я сөймен алдынан анти болса, тәні қоямыз, сосын соңына инаны қоямыз. Яғни қалай болады? Енді томирис. Маза деген не, я? Маза анти тактубина. Маза анти тактубина. Сен не жазып отырсың? Мысалы үшін. Я аяулым, лимаза анти таджлисина. Неге сен отырсың? Лимаза анти таджлисина. Окей? Я Фатима, лимаза анти та'малина. Лимаза анти та'малина. Неге сен жұмыс істеп жатырсың? Дұрыс па? Ал енді мен болса, аны қоямыз. Ана актубу деп. Енді қайталанды. 1, 2, 3 мысалды айтайын, мен 3 мысалды. Ары қарай сіздер өздеріңіз қазір дәптерге отырасыздар, жазасыздар басқа мысалдарды и жаттайсыздар. Бұл үйге тапсырма жаттауға. Қараңыздар. Хуа яктубу дедік, иә? Қайтарамыз. Хуа яктубу. Хуа яктубу. Хия тактубу. Хия тактубу. Анта тактубу. Анта тактубу. Анти тактубина. Анти тактубина. Ана актубу. Ана актубу. Енді катаба кетті. Қасиетсіздікті аламыз енді басқа хараджаны алайық. Хараджа деген не? Шығу. Дұрыс па? Хараджа жақшаның ішінде у деп тұрады. Сонда не болады? Хуа хараджа яхруджу. Айтылаймыз. Хуа яхруджу. Хуа яхруджу. Хараджа деген мағынасы шығу, иә? Ол шығып жатыр. Хуа яхруджу. Қайтылаймыз. Хуа яхруджу. Хия тахруджу. Анта. Анта тахруджу. Анти. Анти тахруджуна. Не, тахруджу ина болмайды, уже уды тополықтай лақтырып жібереміз дағыны. Анти тахруджина. Анти тахруджина. Тағы да. Анти тактубина. Анти тактубина. Тактубу ина емес. Анти тактубина. Анти тактубина. Анти тахруджина. Анти тахруджина. Окей? Мен шығып жатырмын. Ана Ахруджу. ахруджу. Мен шықсам болады ма? Мүмкін. Ана ахруджу. Айтылаймыз. Мумкин ана ахруджу. Мүмкін ана ахруджу, я устаза. Хараджа кетті, енді амаляны алайық. Ана амаля я'малу. Ортан қарып па? Дұрыс па? Ана, жоқ, хуа деместі. Хуа яхмалу. Хуа яхмалу. Енді произношение дейін. Кеттіңіздер. Әдем кеттіңіздер. Произношение. Сіз айтыңызшы. Біз не істейсіз аспаны? Шығара керек. Хуа я'малу. Яқмалу. Хуа яқмалу. Емес. Қы емес, ғы емес. Я'малу. Хуа Я'малу. яқмалу. Окей. Хуа я'малу. Хуа яқмалу. Я тақбалу. تعمل تعمل. أنت تعمل. أنت تعملين. 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 أنا أعمل. شو مالتي؟ أختي. Да, теперь следующий керексек. Ибрагим ташамыз, Ибрагим. Жіберсеңізші. Попозже жіберем, қыздар. Сен жоқсың ба? Так, бізге настоящее время.
осы жақ. Қараңыздар енді. Етістіктер көріп тұрсыздар ғой? Қара. Ана ақрау. Басын жасап бердім, ары қарай өздерің жасаңыздар. Қара аны жасайсыздар. Аяулым, сіз жасайсыз қазір. Катабан екеуіңіз де жазыңыздар. Жақсы ма? Катабан екеуіңіз де жазасыздар. Кітапқа қараңыз. 69-шы бет. Қайда екен? Опа. Қыздар, алғысыз ба? Катаба, қыздар. 62-ші бет. Негізі кітап бойынша 120-шы бет. Компьютер бойынша 62-ші бет. Телефондарыңыз бойынша 62-ші бет, кітап бойынша 120-ші бет. Таптыңыздар ма? Көріп тұрсыздар ғой таблицаны? Осы таблицаны әдемілеп тұрып жазасыздар қазір. Және жаттайсыздар. Жақсы? Алдына мына жерде хуа, хия, анта, анти деген жазылмаған, алайда сіздер жазулар. Единственный числоны жазуымыз керек қой. Нет. Алдына прям шатсасыздар сосын сіздер. Мынау ниет деп отырасыздар. Алдына прям қойыңыздар. Хуа яктубуге. Жоқ, несін айтамын да, таблицаны только Жоқ, қыздар, бәрін жазыңыздар, бәрін жазыңыздар. Өйткені біз ертең екінші жыннан өтеміз, арғы күні жыннан өтеміз. Окей? Сондықтан, вообще-то бұның бәрін толық өтуім керек еді. Сіздерге жаным ашығандықтан только мынаны ғана алдым. Бізге вообще жаны ашыған жоқ. Ұстаздардың бәрін толығымен тук-тук-тук-тук, все, жаттаңдар. И жаттадық біз. Осыны толықтай жазасыздар и жаттайсыздар. Жаттамағандарға 3. 2. И басқаларға да айтыңыздар. Бірінші кезекте осыны жаттап шығарады. Сосын жазыңыздар, бірінші жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар әдемі. Сосын оқтама қалған. Окей? Так. Бүгін бізде сәрсенбі. Сәрсенбі биллуға арабия. Кейф. Қалай болады? Сәрсенбі. Кім айтады? Плюсик. Давайте. Яум? Яуму иснаим. Яуму ада. Арбиа. Молодец. Плюсик қоямыз ба, қоймаймыз ба? Арбиа. Яумул арбиа. Дұрыс. Яумул иснаим деген не ғой? Понедельник қой. Аяулым? Бір күн артқа жүресіз ғой? Так, бұл айтты Тамирис. Тамиристе 98, 298 және 4 плюсик. Астына табличканы? Астына табличканы толтыру керексіздер. Хорошо, осы амаля деген мысал сияқты. Ағмалы мутарджима, аудармашы болып жұмыс істеймін дейді. Благодарить деген шакара деген болады. Шакара, яшкуру. Шакара. Шакара, яшкуру. Шукран деген рахмет деген. Шукран деген. Ана ашкуру. Саған рахмет айтамын. Ой, яшкуру. Ол рахмет айтып жатыр. Ашкуру деген рахмет айтамын. Ал енді сіздерге сұрақ. Мен саған рахмет айтамын деп айтыңыздар. Соңына кіні жалғай саласыздар. Ашкурук. Саған деген ана ашкурук деген. Ана ашкуру анта болмайды. Анта деген сен деген. Саған кіні жалғайсыздар. Ана ашкуруки или ашкурука? Я, ана ашкуруки егер қыз балаға, ана ашкурука ол балаға. Ғалым. Ау? Хуа яшкуру бола ма? Шакара болғанда шакуру. Шакуру емес қой, алдына яны қоясыз ғой. Я шакуру ғой я. Яша емес қойшы. Сұқынмен тоқтайсыз ғой. Яшкуру ғой. Аяулым. Беркелі, сіздің көз алдыңызды тексерейін, қатеңізді сразу айтып отырмын. Сіз шакараны жүктедіңіз, сосын қадима. Даму, да? Қадимаға осылай деп тұрды ма? Қадима аудармасын деп тұрды. Келу? Шакара. Яш, молодец. Обязательно қойыңыз пока что яш, куру, дұрыс бұныңыз, дұрыс па?
хия ташкуру. Молодец. Анти. Антама, но анта. Ой, анта. Анта. Кішкене арасын ашсаңыздар. Анта ташкуру. Молодец. Ақсанти. Анти. Мына жерден иіңіз бар ма, жоқ па? Ина харакатпен жазамыз, болмай ма? Болмайды. Кітап бойынша ина деп тұр. Сізде де сол кішкене қате болып кетті. Чуть-чуть. Харакат ма? Харакат болмайды. Не кітап әріпті қоюымыз керек. Таш ку ри и да қоямыз прямо. Бөлек сол қалай идерден білген жоқ. Ташкурина. Анти. Менде де сол жерде қате ма? Я сізде де сол жерде қате. Анти ташкурина. Ана ашкуру. Молодец. Қадама яқдаму. Хуа яқдаму. Молодец. Хиямыз кішкене қате. Енді былай жазылмайды. Мына жерде нормально жазылған. Мына жерде былай жазыңыз. Былай и былай. Көрдіңіз бе? Тағы да жазам. Мына жерге. Былай и былай. Хия тақдаму. Анти. Анта тақдаму. Так, анти тақдамина. Я. И ана ақдаму. Молодец. Жарайсың. Чуть-чуть қате. Жарайды, 90 ғой. 90. Енді осыны жаттаңыздар. Жарай ма? Сізде кім алып келіп көрсетіңіз? Али? Жаңа бір етістік қара. Хорошо? Бағалаймыз. Жазып бағамыз. Ты говоришь, вот так? Как обычно? Вот так еді ғой біздікі. Наоборот. Былай болады. Әкеңіз дәптеріңіз. Алиф болса мына Әкеңіз дәптеріңіз. Мында әкеңіз көп тұрған жоқ. Мына алиф тұр ғой, алифті жазамын да сосын имен. Қараңыз, таба емес қой. Бірінші қатеңіз қайда кетті? Сукунды қоймадыңыз сіз. Табба. Менде де сукунна қате екен ғой. Саны шақырып. Сукун. Мысалы, мына жерде де хуа. Басында қалай кетті, сосын уже қателік қиын болады дұрыстауыңыз. Хуа ябдау. Бастап жатыр, иә, бастау. Хуа ябдау. Хия табба опять. Табдау. Анта табдау. Анти таба ина. ина. Анти табдаина. Анти табдаина. Окей, ана абдау. Абдау. Молодец. Нама. Хуа янаму. Молодец. Хия танаму. Анта танаму. Анти танамина. Молодец. Тана. Былай, егер мысалы мына жерде мен алифті жазбадым ғой, иә? Енді алиф жазбадым, бірақ мен бояғым келмейді. Сондықтан мен естеймін, мына жерге бүйтіп жазбаймын, сызсам болып қалады, иә? Мынандай бір сызық осы алиф деген мағына. Окей? Бір сызықты осылай. Именно былай бүйтіп қоймайсыз, кішкене осылай, иә? Анти танамина. Сен ұйықтап жатырсың. Көрдіңіз бе? Хуа янаму, ана уже кетті. Мына жерде осы кітаптың соңын қарасаңыздар, мынау өткен шақты жіктелінген, мынау осы шақ жіктелінген, мынау бір харфтармен келеді, алдында союзды бір немен келсе, предлогтармен келсе, осындай соңы сугумен ләм деген сияқты болуын сосын айтылады. Мынау уже амр. Нам, ұйықта. Нами. Я бұйрық райны. Екеуің ұйықтаңдар. Нама. Жалпы сендер барлығын ұйықтаңдар. Наму. Тек қыз балдарға айтсаңыз, нам. Мынау бұйрық рай. Кітаптың соңына қарап, кішкене бізден қараңыздар. Хорошо? Үлкенмендіктерді. Вот, а так, молодец, Ақсанти, 90. Осылай жіктеп. Енді қыздар, қалған үйде жіктей бересіздер ғой, біз ары қарай жылжи бергенде, үшкіңіз. Келесі бақ, осыны жаттайсыздар. Қара ана аъмалуды барлықтарын жаттайсыздар. Ана аъмалу мутарджиман, анта таъмалу мутарджиман, анти таъмалина. Унзур, қараймыз. Уастамиа, тыңдаңыздар, жақсылап. Уа каррир. Каррир қайталаймыз. Окей? Хайя нукаррир. Ауала, уазифа қайталаймыз. Уазифа. Михна. Амал. Осы үш сөздің мағынасы бір, профессия деген мағына береді. Уазифа, сол мамандық, михнада мамандық, ал амал сөзбе сөз аударсақ жұмыс деген мағына
түсінікті? Қайталаймыз. Вазифа, михна, амал. Помните, бізде диалог болды ма? Михнатук деген. Сенің жұмысың не деген? Жоқ болды ма? Ондай профессияң не? Ма михнатук деген. Ау? Ма амалук, амал дегенді қолдандық. Михнаны қолданбадық па? Онда қолданамыз. Одан кейін жазып қоя салыңыздар. Ма михнатук деген сенің мамандығың не? Ма михнатук. Түсініңіздер ма? Қайталаймыз. Сенің мамандығың қалай? Ма михнатук. оның мамандығы қалай болады? Ма михна ки Ту. ки ка. Ай, ұлан. Әйтеуір бір нәрсе шығады. Сенің деген ка. Сенің ғой, мен оның сұрау. Ма михна туху. Ма михна туху, окей? Оны қайталап отырыңыздар. Молодец, ма михна туха ее. Кеттік ары қарай. Мутарджим. Қайталаймыз. Мутарджим. Мутарджим. Тәржіма аудару. Тәржіма аудару. Мутарджим уже аударушы. Переводчик. Ана мутарджима болады, егер әйел болса. Ер адам, ана мутарджим. Окей? Келесі. Амил. Қайталаймыз. Амил. Жұмысшы. Жұмысшы әйел болса қалай болады? Амиля. Келесі. Толип. Бұны білесіздер. Телмиз. Білесіздер. Кетті бұны, өткіз жібереміз. Муаллим. Қайталаймыз. Бұны білесіздер. Мударрис. Білеміз? Дәріс беруші. Лектор, дәріс беруші. Мударрис. Бұларда қараңыздар, етістіктер бар ғой кәдімгі, дәрісі. Мударрис. Тәржіма. Мутарджим. Алимун. Білім. Муаллим. Тағы қалай айтсақ болады. Осылай кетер, мысалы, фатаха ашу, мифтах ашатын ключ. Алдына м-ны қойып, зат есім пайда болады етістікке. Етістікке м әріпін жалғайсыздар, жат істейтін нәрсе, істеуші пайда болады. Кеттік ары қарай. Содиқа. Қайталаймыз. Білесіздер ғой бұны? Жоқ. Содиқа. Содиқ деген ертегі. Дос. Содиқа. Икан, что ты удержишься? Это Ибрагимовта болды ғой. Бізде достар деген не бар? Икан переводится. Содиқ это дос. Дос. Содиқ это дос. Замил. Замил коллега деп аударылады, товарищ болып аударылады. Colleague in English, замил. Таптыңыздар ма? Друг бұл жерде просто содиқ мына жерде друг, бір ғана аудармасын жазған. Замил, замиля, коллега, әріптес. Келесі. Наджар, да? Мына жерде сөзбе сөз келіп тұр ма? Сәйкес келе ма барлығы? Келесі сөз мутақаид, да? Пенсионер. Қайталаймыз. Мутақаид. Мутақаид. Қайталаймыз. Пенсионерді. Мутақаид. Айында айтамыз. Окей, келесі журналист. Журналист қалай болады? Сохафию. Қайталаймыз. Сохафию. Ал бұл журналист ер адам. Ал әйел кісіні қалай айтамыз? Сохафия. Кеттік па? Хатиф. Қайталаймыз. Хатиф. Хатиф махмул. Хатиф телефон, махмул хамала деген өзімен бірге көтеріп жүру деген мағынаны. Яғни өзімен бірге алып жүретінді айтады. Хатиф махмул сотой. Мухасиб. Қайталаймыз. Мухасиб. Хисаб деген есеп. Мухасиб бухгалтер, есепші. Көп сөз емес.
дау керексіздер. Оның үшін неге тилмиз талиб деген и так білесіздер ғой. Жауап жазар сол. Мухасиб деген бухгалтер. Жаздыңыздар ма? Келесі. Баридул электронию. Бариду. Бариду. Тағы да. Бариду. 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 Ал-электронию. Электронию. Бірақ біз енді ал-электронию деп бөлек айтпаймыз. Сол біріктіріп жүреміз. Баридул электронию. Бариду электронию. Тағы да. Бариду электронию. Электронная почта. Демек, что? Так, ары қарай. Хатиф. Хатиф сәбит дейді. Негізі хатиф телефон, иә? Бұрынғы кезде болды ғой енді, кішкентай телефон өзімен бірге көтеріп жүрді, яғни хатиф махмул, ал мынау сәбит. Қазір оны ешкім қолданбайды ғой. Который сол хатиф сәбит деген сол, қалай айтаймыз оны? Домашний? Домашний телефон, да. Домашний телефон. Это прикольно. Иә. Короче, сәбит деген тұрақты деген мағынаны береді. И жанында айтылып тұр ардию деп тұр, яғни ард деген пол, да, полда тұратын мағынада. Не стоящий на стуле. Бабушка только просто пьет. Хатиф сәбит. Хатиф телефон, ардию, жаңағы домашний телефон. Кеттік. On one қайталаймыз. On one. Тағы да. On one. On one. Адрес. Ешқашан адрес сұрамаймын. Ешқашан адрес сұрамаймын. Ал енді сенің адресің қалай болады? Я тут не могу. Қандай деген ол мәден бастайсыздар, иә? Молодец. Чуть-чуть қате кетті. Мә онуа нуки. Сіз онуан ки дедіңіз. Нуки. Михна туки. Через укилер ғой барлығы. Умені жасайсыздар. Окей? Китабуки. Каламуки. Сенікі. Окей? Так, онуан кетті ма? Кетті. Қай жерге келдік өзі? Онуан, адрес. Атыл, қайталаймыз. Атыл. Безработный. Жұмыссыз. 14, иә, бұл соңғы безработныймен бітпейді. Алиф, я'малу, он работает. Он білесіздер, амаля, жұмыс. Хуа, я'малу, ол жұмыс дейді. Бұл кетті ма? Енді жарайды осымен аяқтайықшы. Қай сегіз сөз? 14 сөз ғой, жалпы. Астында ол я'малу, ол жұмыс дейді, оны білесіз. Ал Б деген ол келесі жаттығу.